Мен Алматы жақтан келем да көке. Соның документтерімді, ақшаларымды бәрін ұрлатып алғанын бизнестенге көмектесе аласыз ба деген ғой. Дос бала мені жетіп алғанша. Қайда ол? Автобусқа отырғанға проездге керек еді да. Беремін десең. Шыға ма? Шығады. Негіз проезд қанша? Проезд 70-ге беремін. Бересіз ба жетіп? Мен беремін, мен өзім төлеймін саған. Өзіңіз төлейсіз ба? Мен шығамын. Есіміңіз кім? Әбеке. Көке дейін да онда сіз. Көке, жасап атқан жақсылығыңызға рахмет. Өзім төлеймін қазір. Атайдан қайтсын. Көке, негізі ондай емес, мұқтаж емеспін. Тексеріп көріп атқанмын, көмектесем ма, көмектеспей ма деп. Енді көмектескеніңіз үшін рахмет сізге. Мен сізге енді рахметім үшін мен өзім көлігім бар, сонымен апарып тастайын сіздің адресіңізге. Жүріңіз. Қайырға дейін, Кармаске дейін апарады. Үйіңізге дейін апарамын. Үйіңізге дейін апарамын. Жүріңіз, кеттік. Жайғасып отырғаныз, көке. Жайғасып отырғаныз. Суданыңыз шешпедіңіз, ұзақ шығып жаққа дейін. Беймара болсаңызшы. Беймара болсаңызшы. Өзіңіз жұмыс жоқ деп айтып қалдыңыз, болмай жатыр деп. Не жұмыс істейсіз көке? Мен қазір разгрузкіде жұмыс істеймін, стройкада істейміз көктем шықса. Қазір разгрузкіде фура келеді, вагон сондайларға барамыз. Жүк түсіресіз ба? Немесе мынандай жер қазамыз, біреу жүгін түсіреміз, жерін аударамыз. Андай петакқа шығып жатсыз ба сонда? Петакқа шығып жатырмын ғой. Жұмыс болмады ма? Жұмыс кеше алдын күндер болған, бүгін жоқ. Жұбайыңыз, бала шағаңыз бәрі бар ма? Бір балам бар ғой. Жұбайыңыз ше? Ол баяғыда қайтып кеткен ол. Одан кейін үйленген жоқ мына. 30 жылдан асып кетті қазір, 33-ке. Сонда қанша жасыңызда айырылғансыз жұбайыңыздан? Марттың 1994 мартында туылды. 94, 93, 94, 93, 94, 93, 92, 91-де үйленген осында. 1991-де. 91-де үйлендіңіз? 2 жыл көтермей келді, 2 жылдан кейін көтерді әйелім. 1994 жылы марттың 24-іне бір ұл туып кетті маған. Одан 3 ай мәме емді, 3 айдан кейін жолдасым қайтыс болды. Сонан кішкентай баланы май сай беріп уызға тойған бала ғой енді 3 ай мәме емді ғой. Андай мындай сол адам болды ғана. Мен үйленейін дедім, 2 брасаным қайтыс болды, өзім әйелім қайтыс болды, брасандарым қайтыс болды, жағдай болмады. Шешем қайтыс болды, жылы бар, қырқы бар. Ошым тапқан табысым мал палдың бәрі соны кетті ғой. Қазір қаншадасыз? Қазір 60-ға толып 3 ай ма, 2 ай ма астығы 60-тан. 60-ым ғой, августтың 18-сі болған. 60-тан енді асты дейсіз ба? Пенсия алмайсыз ғой сонда әлі? Пенсия алу үшін 33 ай бар. Балаңыз үйленді ма? Баланы Машаттан келін әпергенбіз. Құдайға шүкір. Қазір қолыңызда ма? Жоқ, бала бөлек тұрады, бірақ бөлме ғой. Үш немере бар, бір бала бар. Сіз бір бөлмелі үйде тұрасыз ба енді? Мен бөлек тұрам, олар бөлек тұрады. Үй өзіңіздікі ма, или квартира ма? Квартиранттамыз біз. Қанша төлейсіз? Мен 24 төлеймін. Бір бөлмеге ма? 60-ға бір әлі төлейді. Балам жыл жете жату керек, немерелері соқтамасын. Сізге салқын ба? Менікі болады өзіме. Жып-жылы, жақсы. Балаңызда квартирант, сізде квартиранtsыз ба? Квартирант. Біраздан бері үй жоқ па сізде? Жоқ, енді мен үй алайын десем, сенбеймін. Біріншіден. Кімге сенбейсіз? Адамдарға да? Өсіріп алдырып кетемін, басқа қылама. Дұрыс сенбеу керек мына заман апасына. Сенбеймін. Біріншіден сенбеймін. Екіншіден сенім жоқ. Мысалы бір әйел қойнына кіріп өсіріп алдырып үйтпейді алдап кетуі мүмкін. Ондай варианттар бар. Одан кейін банкке ақша жинай бердім. Сөйтіп баламды үйлендірдім. Әлде көрмедіңіз ба кейін бір болса? Кейін бір өсірікші ғой бәрі, өсірік алдайды. Өтірікші ма? Өсірікші көп. Мысалға мен түгім жоқ деп барады. Барсаң баласы көп үйінде. Шұғырып жүр. Күннен туылдым десем, пәленшеден туғам, пәленше өмір сүргенмін. Не қылым ол? Одан кейін мен анау шарттарым өте қиын. 25 сұрақ қоямын, соған жауап беру керек. Оған жауап бере алмай түсініп құлайды. Жақсы, жолыңыз болсын көке, онда менен шай ішесіз жақсылап. Немереге бірдеңе апарасыз. Бүгін ақыр жұмыс болмаған екен. Құдайдың өзі жолықтырды ғой. Рахмет, сізге де рахмет. Әбеке бола ма есіміңіз? Әбеке. Құдай қаласа тағы жолықсақ. Әбеке. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Жақсы болып тұрмын. Маған ырза болыңыз. Ырзамын сізге. Болды көке, аман болыңыз. Аман болып тұрмын. Жақсы. Жақсы. Рахмет, сіз де маған көмектестіңіз ғой 100 теңге беріп. Рахмет сізге де. Көп жаса. Бала шағаңның атын көр. Ет оғыл мықты болсын. Сізге де соны тілеймін, аман болыңыз. Жақсы.